Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Л әрпі мен дыбысы және 4 саны мен цифры. Сіздермен бірге Гүлзина Жақсылық қызы. Сонымен балалар, қазір бейне жазбаға мұқият назар аударамыз. Бір, екі, үш. Л әрпі. Л әрпі. Лақ. Лақ. Лай. Лай. Леген. Леген. Ләйлек. Ләйлік. Лашын. Лашын. Лайнер. Лайнер. Лагер. Лагер. Сонымен балалар, Л әрпіне қатысты бірнеше сөздермен таныстық. Байқасаңыздар, Л әрпі сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездеседі екен. Сонымен Л әрпі дауыссыз дыбыс. Берілген буындар мен сөздерді оқып көрейік. Ал, алла, ла, та, ла, ла, ара, арала, арал. Енді балалар, лақ деген сөзді санаймыз. Неше әріп бар, неше дыбыс бар, сонша төргөз салып, Л әрпінің орнын белгілейміз көк бояумен. Лимон деген сөздің де құрамында неше әріп болса, сонша дыбыс болады. Сонша төргөз саламыз да Л әрпінің орнын белгілейміз. Лағым деген өлеңді жаттап аламыз. Келе қойшы лағым, селтеңдейді құлағың. Су ішіп ал қанекей, сені күтіп тұрамын. Енді балалар, Л әрпін менің жіберген нұсқаулығыма қарап отырып, дәптерімізге жазамыз. Жазу барысында міндетті түрде саусақтарымызға жаттығу жасаймыз. Жазып болған соң 4 саны мен цифрына арналған жаттығулар орындаймыз. Мысал үшін ақтабанның үйшігінің алдында 4 доп жатыр. Майтабан 1 допты алса, ақтабанда неше доп қалады? Майтабан 2 допты алса, ақтабанда неше доп қалады? Егер майтабан 3 добын алса, ақтабанның неше добы қалатына жерге тауып жазамыз да, сосын амалдарды орындаймыз. Оған біздің аналарымыз бен аға әпкелеріміз көмектесетін болады. Әрі қарай суреттерге қарап отырып, өрнек құрастырамыз. 1 мысыққа 3 мысық келіп қосылса, мысықтардың саны неше болады? 4 жануар жүр орманда. Екеуі кетсе нешеу қалады? Осы өрнектерді жазып, сандық сәуленің бойында 4-ге дейінгі сандарды орналастырамыз. Біз білеміз 1, 2, 3 қай жерде тұратын және 4-ші сызыққа 4-ті белгілейміз. 2-нің құрамын анықтаймыз. 1-ге нешені қосса 2 болады. 2-ге қандай санды қосса 4 шығады. 1-ге қандай санды қосса 3 шығады. 3-ге нешені қосса 4 шығады. Сол белгісіз дөңгелектерді толтырамыз. Одан кейін фигураларды пайдаланып, үйдің суретін салып бояймыз. Сосын төргөз дәптерімізді алып, менің жіберген нұсқаулығымды қарап отырып, дәптерімізге 4 цифрын жазамыз. Сонымен бүгін Л әрпімен таныстық, 4 саны мен цифрын және құрамын біліп алдық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.